Армысыздар, Жаңаөзен жаңалықтары өз жұмысын бастайды. Студияда Бекзат Айдарбаев. Алдымен аңдатпа. Рахат ауылы Ақсу шағын ауданындағы 9 және 12 көше енді басты жол болмайды. Ораза айт мерекесіне байланысты Рахат ауылындағы Оразмағамбет Ахун Тұрмағамбетұлы мешітінің өкілдері осы ауылға қарасты қоғамдық көліктерде тұрғындарға тегін жүруді ұйымдастырды. Рахат ауылы Ақсу шағын ауданындағы 9 және 12 көше бұған дейін басты жол болып келген еді. Енді алдағы аптаның дүйсенбісінен бастап өзгерістер енгізілмек. Өйткені аталған жерде жол апаты жиі орын алады екен. Толығырақ әрі қарай әріптесім толықтырады. Рахат ауылы Ақсу шағын ауданындағы 9 көшеге дейінгі жолдар 2 дәрежелі жол болып белгіленген. Ал 9-12 көшелер осы уақытқа дейін көлік жүргізушілеріне басты жол болды. Бұдан былай мамыр айының 17-сінен бастап негізгі жол 1 және 5 аралық деп бекітілмек. Бұл өзгеріске көлік жүргізушілер не дейді? Бізге мына жол главный болған біз қой, ана бұрынғы жолмен. Миллион қалған жол, мына жолмен қайталетіп болуы мүмкін ғой. Үйрену қиын болады ғой. Үйрену қиын болады. Бұрынғысында қалған дұрыс па? Бұрынғысында қалған дұрыс, бірақ мына жәшік болған дұрыс. Главный 9 болған жақсы ғой былай. Бұрынғысынша қалған дұрыс қой. Бұрынғысынша қалған, а көп адам водительдегі түсінбей қалады еді, тағы да ДТП болады деді. Светофор қойса егер. Светофор қойса дұрыс болады. Егер мына ертең түсінбей қалады да бәрі оннан. Главный өтіп кете береді, тағы ДТП болады. Статистикаға сүйенсек, жыл басынан бері 4 айдың ішінде қалада 7 ірі жол апаты тіркелген. Ал Рахат ауылындағы аталған көшелер қиылысында 10 кіші жол оқиғасы орын алыпты. Сондықтан жол апатының алдын алу мақсатында осындай шараларды қолға алып отырмыз дейді жауаптылар. Бірінші аралықта автокөліктердің көп жүруіне байланысты және жол көлік оқиғаларының алдын алуына байланысты бірінші аралықты басынан бастап аяғына дейін басты жол қылатынымыз жол белгісі сол басты жол болып ауысады. Қазіргі таңда 9 және 12 көше бойында уақытша жасанды жол кедергілері орнатылған. Көлік жүргізушілері үйреніскеннен кейін алынып тасталады. Сонымен қатар жол белгілері де уақытша тұр. Уақыт өте олардың да орны ауыстырылады. Ал бағдаршамдар 2-3 айдың көлемінде қойылатын болады дейді жауаптылар. Әсел Алдашева, Дәурен Бейсенбаев, Баққали Зиядинов, жаңалықтар. Бүгін 12 мамыр күні Түркменбашы станциясынан шыққан қандастар тарихи отанына оралады. 250-ден астам қазақстандық таңдауына қарай елдің әртүрлі аймақтарына қоныстандырылады. Солтүстік аймаққа қоныстанған жағдайда оларға аймақтық квота қарастырылған. Қазіргі таңда оларды күтіп алуға қалалық мекемелермен жұмыстар ұйымдастырылды. Олар бүгін Түркменбашы болашақ Жаңаөзен бағыты бойынша Қазақстанға келіп жетті дейді. Толығырақ ертеңгі жаңалықтар топтамасынан көре аласыздар. Ораза айт мерекесіне байланысты Рахат ауылындағы Оразмағамбет Ахун Тұрмағамбетұлы мешітінің өкілдері осы ауылға қарасты қоғамдық көліктерде тұрғындарға тегін жүруді ұйымдастырды. Игі іске ел үміті қоғамдық қоры мұрындық болып, жамағаттан жиналған қаржыға бірнеше көліктің бір күндік кірісін өтеп берді. Толығырақ тілші баяндап берсін. Рамазан айында апта сайын қайырымдылық шарасын жүзеге асырып келген мешіт қызметкерлері Ораза айт мейрамында да тұрғындарға ерекше тарту жасады. Олар Рахат елді мекенінің жұртшылығын тасымалдайтын қоғамдық көліктердің осы күнгі табысын төлеп жолаушыларға ақысыз жүруді ұйымдастырды. Шараға нөмірі 5, 11 және 12 маршруттар жұмылдырылды. Әрқайсысынан 2-ден барлығы 6 қоғамдық көлік тегін қызмет көрсетті. Оразмағамбет Ахун мешітінде жамағат болып жиналып, мына маршрутты тегін жүргізіп жатырмыз. Бұл жерде мақсатымыз жалпы қарапайым халыққа бір көмегіміз тисін, қайырымдылық мақсатында жасалып жатқан нәрсе. Қасиетті Рамазан айының ораза айты баршамызға мүбәрәк болсын. Еліміз аман, халқымыз тыныш болсын. Аллах Тағала барша отбасыға мол береке берген иншалла. Ораза айт мерекесіндегі мұндай сыйға халық риза болысты. Олар кішігірім көмек болса да көңіл күйлерін көтергендерін жеткізді. Бастысы таза ниетпен діни мейрамның ұлықталып жатқанына қуанды. Ал қабыл болсын, айтымызда еліміз тыныш болсын, аман болайық, мына бәле бәрі кетсін, шүкір, сыйлап жатыр сізге мың рахмет. Газеліміздік жүре берсін енді.
Дін өкілдері мен ел үміті қоғамдық қоры бірлесе отырып, соңғы бір айда 220 отбасын азық-түлікпен қамтамасыз етіп, 400 жанұяға киім-кешек таратты. Бұл шаралар қала халқының садақа есебінде берген қаржысына жүзеге асты. Ажнат Қазиева, Баққали Зиядинов, жаңалықтар. Жыл басынан бері пробация есебіндегі 60-қа жуық азаматқа ақысыз қоғамдық жұмысты мәжбүрлі түрде жүктеген. Қазіргі кезде оның 21-і қоғамдық жұмыс түрінде тағайындалған жазаларын тұрғылықты мекен-жайлары бойынша мекемелерде өтеп жүр. Олар қалалық соттың үкімімен Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 296 бабының 3-ші бөлімімен 80 және 100 сағаттық қоғамдық жұмысқа сотталғандар. Мақсат жазаға сотталған тұлғаларға әлеуметтік құқықтық көмек көрсету, жұмыспен қамтып жұмыссыздықтың деңгейін қысқарту болып келеді. Шарт талаптарына сәйкес мамандар есепте тұрған азаматтарды қоғамдық жұмыстарға тартып, олармен ұдайы жұмыс жасап отырады. Бүгінгі күні пробация қызмет есебінде тұрғандар үшін бірқатар мекемелерде жұмыс орындары белгіленген. Атап айтсақ, 2003 жылғы Б есімді азамат қалалық соттың үкімімен Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 296 бабының 3-ші бөлімімен 80 сағатқа сотталған. Ол қазіргі кезде Өзен жылу мекемесінде жазасын өтеп жүр. Есептегі азамат өз ісіне өкінетінін айтты. Ондай затқа жоламай, тыныш ата-ананың қасында сол тыныш сияқты сабағымды оқып тыныш жүріп. Өз қателігімді түсіндім. Қайталамауға уәде бердім. Жаңылмайтын жақ, сүрінбейтін тұяқ жоқ. Қателікке бой алдырып, бас бостандығынан айырылып, жазасын темір торда өткізетіндер қаншама. Қоғамнан ажыраған олар мерзімін өтеген соң бұрынғы өміріне қайта оралады. Бірақ ортаға бейімделіп кету біршама уақытты талап етеді. Осы тұста қалалық пробация бөлімінің өкілі бостандыққа шыққан жандармен атқарылып жатқан істерге тоқталып, жоспарларымен бөлісті. Өзен энергосервис деген 3 мекемеміз бар. Осы 3 мекемемен акимат арқылы сол жерлерге жібереміз жұмыс жасауға. Сол жерлерде жұмыс жасап, бұлар сағатын өтейді. Бізде қоғамдық жұмыстар жыл басынан бір әйел адам тіркелді, қоғамдық жұмысқа сотталғандардан. Қалғандары где-то 59 тіркеудегі адам, ер адамдар. В основном жас балалар, былай қарағанда да жас жігіттер қазір. Қазіргі таңда профилактикалық жұмыстар жүргізіліп жатыр. Мына учаскелік инспекторлар тарапынан және біздің қызметкерлер тарапынан профилактикалық жұмыстар жүргізіліп, оларға түсіндіру бағытында әңгіме сұхбат жүргізіліп жатыр. Қоғамдық жұмысқа орналасқан азаматтар әрдайым пробация қызметкерлерінің бақылауында болады. Ал жазаны өтеуден жалтарып, себепсіз келмесе, мамандар талаптарды орындамаған үшін ісін қайта сотқа жолдап отырады. Айнұр Мейрамбайқызы, Қаршыға Байтөре, жаңалықтар. Бүгінге айтарымыз осы. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет.